Мен Мәлік Асан, Батыс Қазақстан облысынан, Орал қаласынан Домострой инвест компаниясының басшысымын. Біздерде болып отырған дау, мына көршіміз жерді заңсыз алынған табылды. Департамент управление земельных ресурстан қағаздар сотқа берілді енді. Міне біздерде мынандай жағдай болып тұр. Свешников Константин деген жаңағы депутат, сосын Свешников Александр и Свешников Николай, олар бір-біріне бере берген, заңсыз жерлерді ала берген. Сол жерді заңға қайтаруын сұраймыз. Сол жердегі бүкіл үйлердің бәрін бұзуын талап етеміз. Бүкіл үйдің бәрін, жерді елге қайтаруын сұраймыз. Жауапкершіліктен қашып кетпеу үшін Оралдың прокуратурасын, жаңа құзырлы органдарды осыны тексеріп, қадағалап, дұрысынан шешуін сұраймыз. Үлкен нарушениялар бар, жерді жаулап алған, мында бүкіл статьялары бар, міне сотқа берілді. Енді қалай болатынын сол тексерісті біздер бәрін хабарлап сізге жеткізіп отырамыз.